Біз творожный пирог пісіру үшін бізге 130 грамм сары май, ұн, 280 грамм, 1 тал жұмыртқа, 50 граммдық қант. Ұнымызға разрыхлитель қоссаңыздар, болады. Комнатный температурада болу керек сары май, чтобы езіп алу үшін. Қазір сіздерге езу процесін көрсетеміз. Міне дәл осындай жұмсақ езіп аламыз. Сосын бізге өлшенген 50 граммдық қантымызды қосамыз. Қантымызды қостық, енді миксерге. Екеу. Масамыз дайын. Енді оған ситадан өлшенген ұнымызды қосып отырып араластырамыз. Масамыз осындай болған соң тағы да араластырып ұнымызды қосып отырамыз. Соңғы ұнымызды салып, миксердің көмегімен емес, қолымызбен елейтін боламыз. Тестамыз осындай қылып аламыз. Жұмсақ басқан кезде осындай із қалатындай жұмсақ илеп аламыз. Келесіде енді формамызға пергамент қағазын саламыз. Формамызға пергамент қағазын саламыз. Енді менде формам күнделікті пирог пісіріп жүргеннен кейін формам осындай үстіне қалыпты кигізіп, формамыз дайын. Енді тестамызды осы формаға жайғастыратын боламыз. Тестаны екіге бөліп аламыз. Біреу астына, екіншісі қырына, жанына қойғанға. Өстіп жайып, форманың шетімен бірдей келтіреміз. Осылай домалақтап, ақырын шетіне жабыстыру арқылы қолдың көмегімен осылай әдемілейміз. Аралар ашылып қалмау керек. Осылай әдемілеп шетін вилкамен жасап шығамыз. Бүйтіп жоғарғы тартасыздар. Мен қазір бір қолым бос емес. Ондан кейін былай мынандай форма шықты. Енді бұған құятын творожный массамызды дайындаймыз. Мен мынандай дайын творожный массаны қосамын. Со вкусом яблоко и банан. Екеу кетеді 24 диаметрлікқа. Творожный массамызға бір тал жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Миксермен араластырсаңыз да болады. Или мынандай шанышқымен жасасаңыздар да болады. Жұмыртқамызды қосқаннан кейін мынандай осындай кішкене сұйықтау консистенция болады. Жұмыртқа творожный сырды пешке салған кезде бір-біріне қосып тұратын, былай қайтсам болады, клей десе де болады. Мынандай пирогымыз дайын болды. Енді бұны дискке қойып духовкамызға жібереміз. Духовканы алдын ала қыздырып қоясыздар. Так, тадам. Енді жарты сағат 30 минут күту керек.